Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма және де қуаныштамын. Бүгін бізде 2 айдың 15-і болып кетті. Кеше 2 айдың 14-і, сіздерде оның алдыңғы күні 2 айдың 14-і болды ғой. Чеңіренше ғой. Мен әсіл кеше осы видеоны түсірейін деген, оған кеше уақытым болмады. Енді сіздерге осы жақтағы осы Valentine's Day дейді екен. Осы чеңіренжемен бұрынғы біздің ойымыздағы чеңіренже, біз ойлағандай чеңіренже емес екен, осы жолы түсіндім да осы жерде. Мысалы бізде енді тек жас қыздар мен жігіттер бір-біріне сауға ұсынады, мысалы кино көреді, осындай осы чеңіренже күні солай ғой. Енді мына жерде қалай екен десеңіз, бастауыштағы балаларда бір-біріне осындай сауға ұсынады екен. Әрқандай жастағы адамдардың бір-біріне өздерінің көңілін білдіретін күн екен. Кеше мәселен осы жерде чаушыларда көп деген үлкен кәрі кісілер гүл алып тұр, әйелдерін апарып бергелі. Сонысы маған қатты әсер етті. Мен 2-3 апта мұғалімдарынан балалардың бастауышты оқиды ғой, демейл тапсырып алдым. Сол 2 айдың 14-і күні егерде сауға ұсынбақшы болса, балалар сөзсіз класста 24 бала бар, 30 бала бар, сол сандағы сауға дайындасын деп жазыпты да. Деп сол кезде білдім да, мен дайындадым. Кішкентай ғана бір жүрекшені бүктеп, бір конверттің ішіне салып, бір тәттімен қосып, солай дайындап қойды. Классындағы балаларға Әсемайдың өзінің жазғаны. Ішінде бір өзіміздің бүктеп жасап қойған жүрегіміз бар. Одан кейін мына секілді мұғалімдарына дайындап қойдық. Енді мұғалімдарына да ұсынады екен. Мысалы, өздерінің жақсы көретінін мұғалімдарына рахметтерін айтып, солай істеуіне де болады екен. Сондай бір мәнді мереке екен енді. Сіздермен бөлісіп қойғым келді, сіздер де біліп жүрсін деп. Біз мысалы чеңіренже деп төте аудара салған екен. Аударған кезде чеңірен деген lover деп шығады екен да. Негізі lover деп көп айтпайды екен бұл жерде. Өйткені lover дегені баяғы жасырын жақсы көретін адамы. Баяғы той жасап алған, бірақ және де бір жақсы көретін жасырын бір адам бар болса, соларды негіз көбінде lover деп айтады екен. Оны чеңіренже демей әсілі бір шайже десе бола ма деп ойлаймын енді. Мысалы, әрқандай адамға, жігітіңе болмасын, қыз досыңа болмасын, балаңа болсын, достарыңа болсын, семьядағыларыңа, басқаларға да өзіңнің жақсы көретініңді білдірсең болады ғой. Одан кейін тағы бір қызықты іс, мысалы Жапонияда да, Кореяда да дәл осы 2 айдың 14-і күні тойланады екен, мереке екен. Ол күні қыздар жігіттерге сауға ұсынады екен. Одан кейін барып 3 айдың 14-і күні болғанда жігіттер қыздарға сауға ұсынады екен. Сондай қызықты істерді кеше білдім класста. Біздің мұғаліміміз да бір өзінің бастауыш оқып жүрген кездегі қызық істерін айтады да. Бұл мереке бұл жерде баяғыдан бері жалғасып келе жатқан екен. Сонда бастауыш оқығанда өзіміздің парталарымыздың алдына бір дорбаны қойып қоямыз дейді. Содан кейін әрбір бала соған келіп өзінің сауғасын салып кетеді дейді. Ақырын класстың артына таман барған кезде өзіміздің жақсы көретін қыздарымызға, жақсы көретін ұлдарға жасырын түрде апарып, бір ерекше басқаларға ұқсамайтын сауғамызды апарып береміз дейді. Сол секілді, сондай жақсы мереке екен. Сіздермен бөліскім келді. Секілді сауғалар алып кепті міне. Кішкентай бір осындай мынандай конвертке салып береді екен. Мына секілді сауғалар береді екен. Не Әсемайдікі, мынау Арландікі. Мынандай бір-біріне ұсынады екен. Кішкентай өшіргіш. Кішкентай ғана бір өшіргіштер береді екен. Мынандай чаптайтын дүниелер. Осындай екен. Бір-біріне жақсы көретінін, рахметтерін айтады екен. Мына секілді. Осы секілді кішкентай қынен-қалар, капендар, кішкентай ойыншықтар. Осылай болады. Мына секілді дайындап апарады екен. Мынандай